Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тілі пәнінен 3-90 ТЖБ-ны қарастыратын боламыз, 9-шы сыныпқа арналған. Бұл ТЖБ-да біз listening, reading, writing and speaking-ді қарастыратын боламыз. Сондықтан сіздер бұл видео сабақты басынан соңына дейін көруге тырысыңыздар, өйткені ортасында біз талдаймыз, жауабы неге ондай, дәлел ретінде мәтіннің ішінен табамыз, және жазылым мен айтылымды мен өзім сіздерге арнайы дайындап қойдым. Сондықтан сіздер міндетті түрде каналға жазылмаған болсаңыз жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, бұл каналдың да дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Ал кеттік онда бүгінгі ТЖБ талдауды бастайық. Біріншісі бізде listening. Listen to 5 people talking about different celebrations. Match the halves of the sentences with the opinions to make true sentences. One argument is extra. Получается, біз 5 адамның әртүрлі celebrationдар туралы тыңдайтын боламыз. Сосын міндетті түрде мына жерде жартысын нетуіміз керек, табуымыз керек. Мысалы, мына жерде спикерлер тұр, міне according to speaker 1, according to speaker 2, 3, 4, 5, яғни осылардың сөздері тұр, міне. Мысалы, their band is the best as деп тұр ғой, осыны біз әрі қарай жалғастыруымыз керек. Жалғас астында нұсқалары көп, біз бұның ішіне тек қажеттісін ғана алуымыз керек. Міндетті түрде тыңдамас бұрын бірінші оқып аламыз, Speaker 1, their band is the best as. You have to be careful because the picnic is going to be organized because. Міндетті түрде бізді кілттік сөздерді астына сызып аламыз негізі. Best, careful, picnic is going to be organized, the birthday will be thematic, және royal wedding is the reason of дейді. Мен мына жерде негізі жауаптарымен белгілеп қойдым. Мына түстердің барлығы өзге түс болу керек негізі. Қараңыздар, өзге жаңағыдай жауаптармен сразу белгілеп қойдым. Ал қазір енді жауаптарын қарастыратын боламыз. Жауаптары мына жерде біріншісі B, they have been playing for a long time together. Екіншісі жауабы C, there are the thieves around. Thief деген не? Ұры, значит, you have to be careful. Сіз сақ болуыңыз керек, сіз өйткені ол жерде ұрылар вокруг жан жағыңызды ұрылар қаптаған деген мағынада, Next бізде F-тің жауабы мұнда шығып кетіпті. Негізі төменде болу керек, мұнда болу керек. According to the speaker, picnic is going to be organized because it's going to be a family celebration. Отбасылық мереке болғандықтан пикник жасалынайын деп отыр. Next, the birthday will be thematic as it will fall at the end of autumn. Және ең соңғысы royal wedding is the reason of having a celebration. Оның дәлелі ретінде мұнда қалдырғанбыз. Енді дәлелдеп көрейік, Так, бізде спикер 1-дің жауабы B дедік, оны дәлелдеп көрейік. Кілттік сөздермен. It was Nikki's idea, but we'll think it's going to be brilliant as soon as the last exams have finished. We're going to decorate the main hall at school with paper streamers and the Chinese lanterns and things. Steve had this idea of projecting photos of everyone onto a wall like a slideshow. And we've got Joe's brother, who is a professional DJ, coming along. Then there are 3 different bands lined up to play. Ours is the best because we've been together longest and we've got a great bass player. Although I say so myself, so we're on last, it's going to be cool. Деген тыңдалымды тыңдайсыздар, бірақ біз қазір транскриптан іздеп табуымыз керек, Мысалы, біріншісінде бізде their band is the best. Спикер 1. Оның группасы самый лучший, Өйткені they have been playing for a long time together. Дейді. Мына жерде but we'll think it's going to be brilliant.
professional DJ деп тұр, иә. Different bands lined up to play. Ours is the best деп тұр, иә. Ours is the best because we've been together longest деп тұр. Жауабы осы. Кеттік онда, екінші жауап не дейді спикер? You have to be careful because сақ болуыңыз керексіз. B. Every year there is a carnival in August in London. You've probably heard of it. The Notting Hill Carnival. So this year, me and my friends are going again. We went last year and we had such a fantastic time. It's all Afro-Caribbean with the people in amazing costumes and these brilliant steel bands. We don't go in costume, but we do dance a lot. It goes get quite crowded, so you have to make sure you stick together. And you have to watch out for pickpockets when there are so many people in the same place. Міне, кілттік сөз, иә? And you have to watch out, байқаңыз, pickpocketsқа when there are so many people in the same place. But it's really good fun. It's like London becomes a different country, even the police dance sometimes. Қараңыздар, сіздер тыңдамас бұрын міндетті түрде тыңдалымның тапсырмасын қарап алыңыздар, бұл қандай тапсырма екен, иә? Сосын барып тыңдайсыздар. Ал енді үшіншісі, the picnic is going to be organized because, жауабы F дедік, дәлелдеп көрейік. Бұл бізде A, B, C да. We're going to hire a boat for a day and take it up the river. It's my grandparents' golden wedding anniversary, so the whole family is getting together. I'm really looking forward to seeing my cousins again. I haven't seen them for ages. We've got this huge picnic planned with loads of different types of sandwiches and salads and enormous cake. My dad has borrowed an ancient gramophone player, you know, what they had before CD players and some older records. So as we go up the river, we are going to listen to music from the time my grandparents got married. The swinging. Бұл жерде C вариантта нені айқындасақ болады? Anniversary деп бастап тұр, иә? Мына жерде my grandparents golden anniversary. Whole family getting together. Міне, осы сөздер арқылы айқындауға болады. Келесі төртіншісі бізде birthday will be thematic. Неге? As it will fall at the end of autumn. It will fall at the end of autumn. Яғни, тақырыпқа лайықты өтілет туылған күн деп жатыр да. Өйткені бұл күздің соңына қарай түседі дейді. Ол бізде speak of four. Two of my best friends have their birthday in the same week. So some of us have decided to have surprise party for both of them. One of my friends, Sandra, has a big house and her parents say we can use it. They are going away. Luckily, it's at the end of October, so we're going to decorate the house with Halloween things. You know, spiders, webs, and spooky things. We're going to make up an excuse to get the birthday girls to come around the house. Say we're going to have Sandra move some stuff or something. Then as soon as Sandra lets them in, we're going to turn the lights out and jump out of them. We just have to make sure nobody mentions anything on Facebook and gives away the surprise. Same week, мына жерде it's the end of October деп тұр, иә? Hello, you know. Then Sandra lets them. We are going to turn lights out and jumps out of them. We have just to make sure nobody mentions anything on Facebook деп тұр, иә? Жауап осы екен. Ал кеттік келесі 5. Royal wedding is the reason of D. Having a celebration. Of having celebration. Свадьба, иә? Ол ненің причинасы? Тойлаудың себебі дейді, иә? Royal свадьбасы. There are royal wedding in June, дейді. Жарайды.
июнь айында свадьба екен. Причинасы celebration. Көрейік. Getting married, so it's a public holiday. Lots of people are having parties in square parks, places. People always decide to have one too. Well, it's a good excuse to have parties, isn't it? We're all going to take our tables, chairs, and put them together in the middle of the road. We're going to stop cars coming through, obviously. We're all going to bring different dishes and share them around. There are quite a lot of different nationalities living in our street. People from India, China, and different African countries, so the food should be really interesting. It'll be good to get to know more the neighbors too, дейді. Міне, royal wedding in June, having only what celebrations, иә? Жауабы дұрыс екен, иә? Жақсы, енді ең соңғы сұрақ бізде according to the speakers дейді. Ең дұрыс вариант таңдауымыз керек. Celebrations make people get tired. Celebrations unite people together. People celebrate festivals with families. Жауабы B, өйткені мына жерде қарап тұрсаңыздар барлық адамдар барынша бірге болып тойлауды айтып жатыр, иә? 4-5 спикердің де әңгімесінде, яғни бірге тойлау айтылып тұр. Сондықтан жауабы B болады. Достар, міне бірінші біз қазір listening тыңдап болдық, ал енді қазір readingді жасаймыз. Readingда тақырыбы what's a film without popcorn? Попкорнсыз немесе кукурузсыз, иә, жүгерісіз фильм, қандай фильм деп тақырыбы солай қызықтырып тұр. Бұл жерде не істеуіміз керек? Қараңыздар, жауаптарын сразу көрсетіп кетейін. Paraphrase the given sentence as so it has similar meaning. Use the given beginning of sentence. Жалпы қараңыздар, мына жерде сөйлемдер берілгенде басы 1, 2, 3, иә, 4 сөйлем берілген, және басындағы 1-2 сөз берілген, ары қарай біз жалғастырып кетуіміз керек мәтіннің ішінен табу арқылы. Ал екінші типтік тапсырмада бұл сұрақ тұр, сұраққа жауап беруіміз керек. Мысалы, why have cinemas sold popcorn since the 19th century? Яғни, неліктен кинотеатрлар жүгеріні 19 ғасырдан бастап сатып келеді. Екіншісі, why cannot popcorn be disappeared from cinemas? Неге кинотеатрдан бұл жүгерілер жоғалып кетпейді, иә? Общем, тоқтатылмайды деп айтыпты, тоқтатыла алмайды деп тұр да. Қазір соны жазылымнан табатын боламыз. Так, кеттік онда. Popcorn machines enterprising salesmen set up popcorn machines outside the building. Popcorn machines деп басталады, ал сол мәтінді тауып көрейік. Popcorn has been associated with cinemas and films for as long as we can remember. But where did this connection begin and will it carry on into the future? Popcorn became a popular snack food in North America in the 19th century and was sold at circuses and fairs. No kitchen was needed to prepare it, and once the mobile steam-powered popcorn maker was invented, it became possible to mass-produce the snack. Popcorn had an appealing smell when popped, and this attracted many people to buy it. The popcorn machines. In the 1930s, people began flocking to the cinemas, but at first popcorn was not sold inside our cinemas. Cinema owners wanted to protect the costly carpet that they had put in their cinemas. They were also concerned that the sound of people eating snacks would disturb the other people watching the film. So enterprising, мінекей жауапта келіп жатырмыз, міне popcorn machine дейді. Building, and lots of people began buying popcorn in the cinema. Cinema owners insisted that they so could make money from the popular snack. Так. Pricing salesman. Yeah. Thus, they decided to allow the salesman to sell popcorn in the cinema lobby for a very daily free. Enterprising are set up outside the building by enterprising salesmen. Yeah. Enterprising salesmen set up popcorn machines outside the buildings.
мінекей жауаптары. Ал кеттік екінші сұрақ, міне бізде кілттік сөзбен қарап алайық, иә. Selling snacks themselves helped save many of the cinema owners from going out of business. Many cinemада басталып тұр. Selling snacks, мына қара сөздер. Мына сөздер бізде кілттік сөздер болып тұр. Important because popcorn is so cheap to make, cinemas make a lot of profit on every box they sell. Yet there are those that suggest that popcorn in cinemas may be on its way out. In recent years, luxury cinemas have become increasingly popular, give people more inclusive experience by serving gourmet food in addition to traditional popcorn. Дейді. Так. Eventually, cinemas, алдыңғы параграфқа қарап та көрейік, began selling деп тұр, міне, snacks themselves. The decision helped save many of the cinema owners from going out of business. Міне жауабы қараңыздар. Үштің, екінің жауабы. Келесі үш. In recent years, luxury cinemas have become increasingly popular. Дейді. Luxury cinemas, көрейік. Increasingly popular. Айтарлықтай дамиды, көтеріледі дейді. Көрейік. Popcorn will economically important to cinema because popcorn is... Так. Мінеке басталып тұр, міне. In recent years, дейді. In recent years, luxury cinemas have become increasingly popular. Popular жауабы дұрыс, міне. Тез қойдым. Ал төртіншісі бізде homemade popcorn туралы табуымыз керек. Үйде жасалатын жүгері туралы. Popcorn vanished completely from cinemas. For many of us, eating popcorn is an integral part of experience of watching film. Even when we watch TV at home, we often make ourselves some microwave popcorn. Old habits, it seems, are hard to break. Watching film on TV at home, yeah? Мына жерде сол туралы қазір ғана оқып өттік. Бұл бізде жауабы болып тұр. Жақсы, достар, мінеки қараңыздар, уже біз 4 тапсырманы жасап біттік. Жалпы дәлелмен бірге. Енді сұрақтарға жауап беруіміз керек. Неліктен? Why have cinemas sold popcorn since 19th century? Неге 19 ғасырдан сатылып келеді? Мына жерде тұр, оның жауабы ретінде. Popcorn became a popular snack food in North America. No kitchen was needed to prepare it, and once the mobile stream over popcorn make was invented. It became possible to mass produce the snack. It became a popular snack food. More and more people began buying popcorn. Келесі, why cannot popcorn be disappeared from cinemas? Неге кинотеатрдан бұл попкорндар алынып кетпейді дейді, Өйткені жаңа ғана оқыдық, өйткені бұл бүйтіп айтты, Соңына қарай. For many of us, eating popcorn is an integral part of the experience of watching film, деді. Яғни бұл ажырамас бір бөлігі, деді. Мінеки. Жауапта тура солай. Ал кеттік онда, міне reading біз қазір сіздермен бірге аяқтадық. 2 типтік тапсырма. Біріншісі сөздің жалғасын мәтіннің ішін табу керек, ал екіншісі ол сұраққа тікелей ашып жауап беру керек. Енді 3-ші тоқсанның тжб-сында сіздер 2 тарауда 2 түрлі тақырып өткен боласыздар. Бірінші тақырып, получается, сіздер 2 тақырып тұр, 2 топик тұр, екеуінің біреуін таңдап аласыздар. Біріншісі, you are a blogger who shares with own experience, write a story about a concert you have been to.
иә, сіз типа блогерсіз, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскіңіз келіп тұр, және сіз жақында концертке барған туралы әңгіме жаздыңыз дейді да, келесі шарттар тұр. Немесе екіншісі тұр былай, мына жерде. Так, немесе екіншісі тұр. То есть, you are a foreign journalist recently visiting Kazakhstan, you would like to write a story about this country in your professional blog деп, мына шарттарды, мына нұсқаларды өзіңіздің жазылымыңызға кіргізіңіз деп тұр. Ал енді маған қарадым да, бірден екіншісін жаза кеттім. Міне сіздермен бөлісе кетейін. Сіздер енді өздеріңіз қалғанша жазсаңыздар болады. Бірінші тақырыптан жазсаңыздар болады мен, бірақ екінші тақырыпта сіздерге таңдадым. Қазір сіздерге оқып беремін. Сіздер егер қаласаңыздар, осыны айтсаңыздар да болады, иә, жазсаңыздар болады. Today I would like to write a story about Kazakhstan. I learned a lot of special traditions, and I'm interested in knowing information as a journalist in writing in my blog to share with you. Kazakhs have always revered and highly valued their national customs and traditions. The main tradition of Kazakhs, which eventually transformed into a feature of national character, is hospitality. In the Kazakh society, there is an unofficial law voiced in ancient times, which says, meet a guest as a God's messenger. Рас қой, иә? Құдай қонақ деген сияқты ғой. Furthermore, travelers in Kazakhstan are most likely to be encountered with the traditions associated with guest reception. Here are some examples of them. Қонағасы, сүйінші, қырқына шығару, шілдехана, тұсау кесу, сүндетке отыру, and so on. I took a notice, менің байқағаным, that Kazakh national clothes have significant history. They reflect the national experience. Costumes were decorated with jewelry, embroidery, and ornaments. Traditional materials were leather, fur, and thin felt. Traditional Kazakhstan food today is a symbiosis of traditions, old and new. Kazakh national foods, beshbarmak, kurda, kazag'arta, ет, drinks like shbat, and kumas. I really enjoyed the time visiting this country and the feeling on the warm welcoming and traditions and customs деп мен өзім осы тақырыпқа жазған болатынмын. Егер сізге ұнаса, осыны жазсаңыздар да болады. Алайда келесі мен спикингді көрсеткім келіп отыр. Спикинг бұл жерде сіздерге you are given question to speak about 4 to 3 minutes. Сіздер карточка таңдап аласыздар, и сол карточкаға байланысты 1 минут немесе 1 минуттай ойланып, 2-3 минуттай сөйлеулеріңіз керек сіздер. Бұл жерде 8 карт бар, сондықтан мен бұл Достар, бұл спикингнің карточкаларын мен описание бөлімінде қалдырамын. Бүгінгі ТЖБ сізге ұнады деп есептеймін. Достар, бүгінгі ТЖБ талдау осымен тамамдалды. Спикинг айтылым карточкаларын описание бөліміне қалдыратын боламын. Келесі ТЖБ, БЖБ және сабақ программасында жолыққанша сау саламатта болыңыздар.